Қайырлы кеш барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырамыз. Сонымен кеттік. Бүгін кештегі әңгімеміз бұл Балқаш шоқпар көтерілісіне арналмақшы. 1929 жыл мен 1932 жылдардың аралығында Қазақстанда кеңес үкіметінің жүргізген солақай саясатына қарсы көптеген көтерілістер болған. Созақ көтерілісі, Бетпаққара көтерілісі, Қазалы көтерілісі, яғни Асандар көтерілісі деп айтса да болады. Сарбаздар көтерілісі, Адайлар көтерілісі, тағы көптеген кеңес үкіметінің жүргізген саясатына қарсы көтерілістер болған. Бұл Балқаш шоқпар көтерілісі де сол көтерілістермен ұштасып, астасып жатқан сол кезеңде болған көтерілістердің бірі. Бұл да кеңес үкіметінің жаппай күштеп ұжымдастыру, байларды табыр ретінде жою, зорлап астық пен ет дайындау саясатына қарсы Алматы облысында Балқаш шоқпар аудандарында 1930 жылдың сәуір айында болған халық наразылығы болатын. Сол кезде жаңағы күштеп коллективтендірумен қатар раскулачение басталып кетті, яғни кулак деген түсінік пайда болды. Енді бұл кулак деген түсінік кеңес үкіметінің кезінде пайда болған жоқ. Бұл баяғыда, егер тереңге үңіліп қарайтын болсақ, 17 ғасырдағы Москва патшасы Алексей Михайловичтің грамотасында да бұл сөз кездесіп қалады. Яғни бұл негативті сөз болған. Осы сөздер осы кезде де қолдана бастады. Байлармен бірге байлардың 1917 жылдар біраз байлардың дүние мүлкін конфискелеп өздерін атып қудалаған болса, кейінгі байларды да, одан кішігірім байларды осы 27, 28, 29 жылдарда қайтадан конфискелеу басталып кеткен. Ол конфискелеуге байлардан бөлек 3-4 малы бар қарапайым адамдардың да ілініп кеткен кездері аз болған жоқ. Осының бәрі жергілікті халықтың ашу-ызасын туғызды. Себебі көшпелі болып үйреніп қалған халық және ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан үрдіске төтеннен жаңа жоспармен кіріп келу, бірден оны орындауға төтеннен кірісе кету, бұл әрине халыққа өте ауыр тиді. Малғырыла бастады, халықтың ашу-ызасын одан самайын туғыза бастады. Сондықтан Қазақстанның түкпір-түкпірінде көтерілістері ошақтары бұрқылдай бастаған болатын. 1 сәуірде Балқаш ауданындағы нөмір 1 ауылында Бұзарбай Бұланбай, Сәтбай Итемген, Әсет Диханбай, Бектай Сәмбет сынды азаматтар, 2 ауылында Көшербай Құрамыс, ал Шоқпар ауданында 2 ауылында Әбдібек Нұрабай, Тілеуқұл Сарықбай сынды белсенді азаматтар кеңес үкіметінің осы жүгенсіздіктерін айыптап жиналыстар ұйымдастырады да халықты көтеріліске шақырады ғой. Көтеріліс 2 сәуірде Балқаш ауданының нөмір 2 ауылында басталады. Ашынған халық аудандық атқару комитетінің егін науқанын ұйымдастыруға жіберген өкілін тұтқынға алудан басталады. 4-5 сәуірде Шоқпар ауданындағы нөмір 2 ауылының тұрғындары бой көтереді. 6 сәуірде Балқаш ауданының 1, 2, 3, 10 ауылдарының көтерілісшілері аудан орталығы болып келген. Сол кезде де Балқаш ауданының орталығы Ақкөл болатын. Сол Ақкөл ауылын басып алады. Көтерілісшілер аңшылар одағының дүкенін бұзып, онда қару-жарақтардың бәрін тонап таратып алады да ұрысқа дайындалады. Дегенмен одан қалды жергілікті үкімет адамдарын тұтқындайды, мемлекеттік мекемелерді талқандайды, байларды жер аудару, конфискалау туралы сот қағаздарының бәрін өртейді. 7 сәуірде Әбдібек Нұрабайдың басшылығымен өткен жиналыста көтерілісшілер енді өздерінің жалғыз үкіметке қарсы шамасын келмейтін болып біліп, көтерілісті көп жерде туындату мақсатында өзге ауданның да тұрғындарын тарту туралы шешім қабылдана бастайды. Бірақ Алматыдан арнайы жазалаушы отрядтың жедел келіп жету көтерілістің одан армаға өрістеуіне мүмкіндік бермейді, яғни алдын алып кетеді. Сонымен қатар сол кезде мемлекеттік комиссияны басқарып келген Қазақ АКСР-ның орталық атқару комитетінің төрағасы Ерназаров деген кісі болған. Ол 1945 жылы қайтыс болған, өз төреден шыққан болатын. Бірақ қазақты қан қақсатқан азамат. Сол Ақкөлде 200 адам қатысқан жиналыс өткізеді. Онда көтеріліс басшыларын ұстап беру талабы қойылады. Тоналған мүліктер мен қаруларды қайтадан тапсыру керектігі туралы тапсырмалар беріледі. Осыдан кейін жазалаушы отрядтар бытырап кеткен көтерілісшілерді жаппай іздестіріп тұтқындай бастайды. Бұған енді ішінде қазақтың ішінде сатқындар табылған. Соларда белсене кірісіп, кеше ғана сонымен ауыз жаласып жүргендердің барлығы енді өздерінің ауылдастарын ұстап беруге атсалыса бастайды. 27 сәуірге дейін Балқаш ауданы бойынша 27 адам тұтқынға алынады. Көтеріліске белсене қатысты деген, олардың арасында көтеріліс басшыларының бірі Құрамысов та болған болатын.
Шоқпар ауданының көтерілісшілерінің бір тобы сол кезде Іле өзенінің Балқашқа құяр тұсындағы Шөлторғанға аралына барып тығылады, бірақ екі катерге мініп алған жазалаушы отрядтары аралға өтеді. Сол жерде тығылып жатқан 57 адамды тұтқындап жаңағы аудан орталығына жеткізеді. Сол жерде енді олардың үстінен жаңағындай сот жүре бастайды. Сол кезде жаңа 1930 жылдың 30 мамырында сот болады. Соттың нәтижесінде 20 адам 3 жылдан 10 жылдың аралығында жаңағындай сотталса, 30 адам өлім жазасына кесіліп табан астында атып тасталынған болатын. 1930 жылдар 30 жыл 14 мыңға жуық кеңес үкіметінің саясатына қарсы түрлі масштабтағы көтерілістер болған болса, наразылықтар болса, соған 2,5 миллион шаруалар қатысқан деген мәліметтер бар. 1930 жылдың 2 наурызындағы Правда газетінде жарияланған Сталиннің «Головокружение от успехов» деген статьясында ол жаңағы жергілікті билікті асыра сілтеді деп, соның әсерінен болып отыр деп жергілікті билікті сынап жазған болатын, бірақ бұның барлық басында Сталиннің өзі тұрған болатын. Сондықтан бұл жағдай Сталиннің жазғанынан кейін тоқтап қалған жоқ, қайта керісінше одан самайын алға қарай жылжып өрістей түскен болатын. Сол кездегі ОГПУ-дың яғни мәліметі бойынша 1930 жыл Қазақстанда 1925 адамнан тұратын 82 жаңағы көтерілісшілер отрядтары болған дейді. Сонымен Балқаш шоқпар көтерілісі ұзаққа бармай жеңіліс тауып, азаматтардың бәрі тұтқындалып, жаңағы 20 адам 3 жылдан 10 жылға дейін сотталса, 30 адам өлім жазасына кесілген болатын. Сонымен көтеріліс басылғандай болады. Дегенмен де бұл саясатына, кеңес үкіметінің саясатына қарсы халық наразылығы толқуы тоқтай қойған жоқ. Тура осы оқиғадан бір жыл өткеннен кейін, яғни 1931 жылы жаңағы осы Балқаш ауданының орталығы болған Ақкөлде қайтадан көтеріліс бұрқыта қалады. Көтерілістің нәтижесі белгілі, жеңіліс табады. Сол жерде 11 белсенді азамат өлім жазасына кесіліп, ешқандай сотсыз, тергеусіз атылып кеткен болатын. Содан бастап Балқаш ауданының орталығы Ақкөлден Бақанасқа көшкен деген әңгіме бар ағай.